Сәлем баршаңызға. Біз бүгін жаңғақ пирогын жасап көрсетпекші боламыз. 1 стакан айран, 1 стакан шекер, жарты кесе май, 1 жұмыртқа керек болады. Біз соның барлығын араластырып, жарты қасық разрыхлитель салып, онымен араластырып, жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Содан соң оны біз демалдыруға қоямыз. Оны 2 бөлікке бөліп, оның бір бөлігін біз жақсылап тұрып, жұқалау етіп жаямыз. Біз оны табаға әдемілеп жайғастырып, үстіне жаңғағымызды әдемілеп тұрып жағып шығамыз. Біз екінші бөлікті әдемілеп етіп, тиянақты етіп, жайып, ұзын-ұзынша етіп кесіп аламыз. Ұзын-ұзын етіп кесіп алған қамырымызды тиянақты үстіне қойып шығамыз. Мінекей осындай етіп әрлейміз. Біз қалған қамырдан балалар жейтін печенье жасауымызға болады. Әртүрлі пішінде істеуге болады. Мен бірақ стаканмен пайдаландым. Печеньенің үстіне жұмыртқаның сарысын жағуға болады. Оның үстіне қант жағуға да болады. Мен қанттың үстіне пістенің дәнегін салдым. Сіздер өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай әртүрлі тәттілер салуыңызға болады. Мінекей біздің печеньеміз, жаңғақ пирогымыз пісті. Достар, егер де біздің канал ұнап жатса, бізге тіркеліп, лайк басып, қоңырауды баса кеттіңіздер. Алдын ала рахмет.